Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер, бүгін мен сіздермен блинчикті ровно өлшеп жасау жолымен бөлісемін. Жұмсақ шұбыршқа осындай әдемі болып шығады. Ол үшін ең бірінші ұнды өлшейміз. Ұнымыз 230 грамм бізге қажет. Және де сұйық май 40 грамм. Келесі қант 40 грамм. 10 грамм қосып 50 грамм болса жарайды негізі. Одан көп болса күйіп кетуі мүмкін. Және де 3,2% майлылықтағы дүкеннің сүті 500 грамм. Енді ұнымызды електен өткізіп, үстіне 2 жұмыртқаны жарып, 1 шымшым тұз салып жіберіп араластырамыз. Жұмыртқаны ұнның үстінде осылай араластырамыз. Осылай жасап тұрып, аз-аздан сүттен қосамыз. Осылай жасасаңыздар, арасында ешқандай комок болмайды. Және де блинчиктарыңыз әдемі болып пісіп шығады. Сүтті аз-аздан қосамыз. Және де ұн, сүт, жұмыртқа ұнға толық осылай араласып болған кезінде өлшеп алған сұйық майымыз бен қантымызды кезектен қосамыз. Сұйық майымыз 40 грамм еді. Шай ішетін кесемен өлшегем. Көз өлшеммен өлшеп қоссаңыздар да болады. Қамыр дәл осындай болған кезде дайын болды деген сөз. Қантты қосып араластырып жатырмын. Сұйық майды қосып, онда араластырамыз. Әбден қамырға енгізіп жібереміз. Араластырып. Сұйық майды араластырып болдық. Енді сүтті қосамыз. Сұйық май әбден қамырға енгенде міне сүтімді қосамын. Сүтпенен қамырды жақсылап араластырып жіберіп, пісіруге осылай дайындап аламыз. Дәл осындай жолмен өлшеп, көз өлшеммен өлшеп те қоссаңыздар жарайды ғой. Бұған ұн да қосып керек емес, сүт те қосып керек емес. Жыртылмай әдемі болып пісіп шығады. Сүтімнің ең соңғысын қосып жатырмын. 500 грамм сүтім 1 кесе сорпа кесемене толы 1 кесе болды. Көз өлшеммен солай өлшесеңіздер жарайды. Міне қамырым дайын болды. Енді пісіре берсем болады. Ештеңе қосудың керек жоқ. Сүт те, сұйық май да барлығы дайын міне. Қамырымыз дайын болды.
Енді сковородкамыз жай ғана қыздырып, баяу отта, өте баяу емес, енді орташа отта пісіре береміз. Менің тапам бірнеше жыл қызмет еткен сондай кішкене ескілеу тапа, бірақ май құйып жатқан жоқпын. Ожау толтырмай құйып пісіріп ала береміз. Жалпы дәл осы өлшемдермен қамырымызды жасап алсаңыздар, артық нәрсе керек емес. Жұп-жұқа осындай жұп-жұмсақ блини болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Құймақ жұмсақ болса, жасы үлкен де, жас бала да бәрі таласып, тармасып жеп қояды. Дайын болған құймақтарымызбен неше түрлі қылып орап, немесе арасына творог немесе крем қойып, бұл жерде крем жағып жатырмын. Аздап сәндеп, торт секілдетіп, гүл жасап қоямын. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны көңіл бөліп қарағандарыңызға үлкен рахмет. Блини өте дәмді болып шықты. Жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Дәл осылай роза жасап қойдым мен.